приложениеңді ешкім қолданбайды, орысшасы барда кімге керек ол қазақшасы? Қазақша болса болды ғой, чего паритесь деген ұстаным болды. Филолог деген дипломы бар, мамандар естісе, мынау не деген оңбаған. Кез келген нәрсені өзгерту, ол шығын. Какая разница, әйтеуір, главное, что на казахском. Ақшасы жетпейді биліктің. Филология факультеті әйтеуір оқысам болды дегендердің баратын жеріне айналып кеткен. Біз тек қана айғайлағаннан басқа қолымыздан ештеңе келмейді. Адамның ғұмыры жетпейді, қазіргі мына 30 жылда жасалған былықты тазартуға. Армысыздар, назарларыңызда бүгін подкаст. Біз бүгін хабарымызда пайдалы әрі қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз деп айтсам, біздің бүгінгі қонағымыз ренжіп қалуы әбден мүмкін. Өйткені біздің бүгінгі қонағымыз медиатренер, редактор, әрі тіл маманы Назгүл Қожабек. Қош келдіңіз. Жалпы осындай калька сөздерден шаршап кетпедіңіз бе, жалықпадыңыз ба оны зерттей беруден? Шаршайсың, жалығасың, қашан құтыламыз деп ойлайсың, қашан арыламыз деп ойлайсың. Бірақ біз бұдан арылмайтын сияқтымыз. Мүлде толығымен түк қалдырмай, түгел оны құртып жіберу мүмкін емес қазір. Өйткені кімнің аузына қақпақ боласың дейді ғой. Мәтін жазатын адам миллион, ал оны ішінде былай ойлайтыны да бар, былай ойлайтыны да бар. Сондықтан оны енді шаршасаң да, бірақ мүмкіндігінше енді тым болмаса өзің қолынан шығатын мәтіндерде бір тазарақ шықсын деп, сөзің жететін, тіліңді алатын, келісетін, осы дұрыс екен-ау дейтін кісілерге әрине оны барынша ұқтыруға тырысасың, келіседі, жөндейді, түзейді, сөйтіп ақырындап келе жатырмыз. Енді біз калька дегенді кейбір біздің тыңдармандарымыз, көрермендеріміз түсінбеуі мүмкін. Сол үшін калька деген не нәрсе, жалпылама түсініктеме айтып өтсеңіз. Калька деген таза аударманың тәсілі. Аудармада калька аударма деген бар, ол сол күйінде бір тілдегі сөйлемді тұтас сол күйінде екінші тілдің сөздерімен беру. Бірақ енді кальканың да калькасы бар. Кейде мысалы кейінгі кезде көп айтылады, басқа тілдерде, басқа халықтың менталитетіне тән бір тұрақты тіркестер болады, мақал мәтелдері болады. Мысалы, солардың егер қазақ тілінде альтернативасы, баламасы жоқ болса, адекват, онда оларды калькалап алғаннан басқа амал жоқ. Бірақ енді ол калька болғанда, ол кәдімгі мағыналы калька болады. Ал қазіргі қаптап кеткен калька, ол грамматикалық калька. Яғни бір тілдегі сөздің септігін, көптік жалғауын, көпше түрін, тәуелдену түрін, септік, сосын етіс формасын сол күйінде калькалап әкеліп аудару. Ол дұрыс емес. Өйткені грамматика, мен бір жақсы аудармашы досым айтқандай, грамматикасы бүлінген тілдің ар жағында келешегі жоқ дейді. Сонда кәдімгі өзінің тілдің, өзінің грамматика жүйесі бар. Мысалы, қазір енді көп Назгүл десе бәрінің ойлайтын жаңалықпен бөлісу ғой, ақпараттармен бөлісу. Мысалы, осының өзі, ол қазақ тіліне мүлде жат нәрсе. Қазақ тілінің өзінің табиғатына, өзінің грамматика жүйесіне мүлде жат нәрсе. Бұл бізге таза калькаланып келіп отыр. Және калькаланғанды да бір кальканды өзінің дұрысы болады, қатесі болады. Бірақ мына таза бір қате, өрескел сондай калька болып кіріп отыр. Ал бір калька кірген жерге одан кейін оған ілесіп басқа дүниелер де өзгере береді. Сондықтан бұл таза тілдің грамматика жүйесін кәдімгідей қақыратып, жұлыны ғой енді, грамматика жүйесі. Жұлыны да сол бәрі, қантамыры да бәрі. Соны кәдімгідей зақым келтіреді. Тілдің өзінің жүйесін құртады. Сондықтан енді сөз ұстайтын, қалам ұстап жүрген, сөйлейтін, жазатын кісілер абай болса деп қана айтасың, әйтпесе ол ешкімге барып, кеңірдегіне пышақ тақап, "Ой, сен қате жазып жүрсің, дұрыс жаз" деп ешкімге айта алмайсың ғой. Бірақ әр адамның сол сәл жауапкершілігі, осы салаға да сол жауапкершілігі тараса, осы салаға да кішкене жауапкершілікпен қараса дейсің. Енді білмейтін жандар бар шығар, айта өтейік. Назгүл Қожабектің өзінің телеграм арнасы бар, калькасыз қазақ тілі деп аталатын. Сол жерде сіз сөздердің дұрыс жазылуын үнемі жариялап отырасыз. Сондай-ақ көп таныс журналистер бар. Журналист сол көбісі айтады, осы Назгүл Қожабектің көзіне ілініп қалмасақ екен, қате материалымыз көзіне түспесе екен деп қорқып жүреді. Бірақ сол сіздің телеграм арнаңыз арқылы мен бірнеше сөздің дұрыс жазылуын есте сақтап қалдым. Мәселен,
үлкен рахмет деп айтуға болмайды, яғни көп рахмет деп айту керек деген секілді. Одан кейін жаңалықпен бөлісу, айтатын боламыз деген секілді сөздер бұл мүлдем қолдануға болмайтынын білдім. Енді жалпы осы не себепті бізде мұндай калька сөздер өте жиі таралып кетті және қалайша қолданысқа еніп кетті, яғни біздің құлағымызда үйреніп бара жатқан сияқты. Калька тілге аудармамен бірге келеді. Кальканың бірақ тасымалдаушысы бар, көлігі дейді ғой, транспорт. Ол аударма. Біз тарихи фактор солай қалыптасты. Осының өзіне мен калькамен сөйлеп отырмын. Тарихи жағдайы қазақ тілінің өзі амалсыздан біз орыс тілінің тұтас калькасына айналып кеткен тіліміз. Бірақ бұның өзі қай кезде басталды? 90-2000 жылдары. Оның көп себебі бар, оны індетіп кәдімгі түрлі зерттеулер жасап, осы кальканың қазақ тіліне дендеп еніп кеткеніне түрлі себебін бәрін анықтап талдауға болады. Бірақ кальканы әкелетін тек қана аударма. Бір тіл басқа тілден үнемі 100% аударма жасай беруге, аудара беруге мәжбүр болса, онда ол тіл әрине калькаланып кетеді. Бірақ кальканың өзі, мысалы, 90-шы жылға дейін, 70-80-шы жылдардағы тіл мүлде басқа болған. Бұндай калька болмаған. Бірен-саран енді шынымен бір қатты мағыналы аударуға, балама аудармасын табуға келмейтін тіркестер, бүйтіп кірген калька болып. Жаппай мысалы грамматиканың калькалануы ол осы 90-2000 жылдары болды. Өйткені оның көп жағдай бар, әлеуметтік фактор да бар ол. Маман жетіспеуі. Ең үлкен себебі шын мәнінде маман жетіспеуі. Екі тілінде грамматикасын жақсы білетін, аударманың принциптерін білетін, ережелерін білетін. Жалпы екі тілді грамматикасынан бұрын екі тілдің табиғатын түсінетін адам болмаса, басқалар аударған кезде осы калькаға орнады. Онсыз ол солай болады ол. Сауатсыз адам аударма жасаған кезде ол міндетті түрде ол калькаға орнады. Осы мысалы жаңалықпен бөлісу, ақпаратпен бөлісу дегенді мысалы біреу кіргізді ғой. Бұл өзінен өзі шығып кеткен жоқ қой. Қазақ тіліне ол өзінен өзі келген жоқ. Оны біреу әкелді. Оны кім әкелді? Оны сол әлеуметтік желідегі шейер шыққан кезде, поделиться шыққан кезде біреу жазып жіберді. Және ол айдаладағы біреу емес. Оны жазған мысалы біреу өзінің агенттегі біреумен хат жазып отырып жазған жоқ. Оны жазған әлде бір мобильді қосымшаның интерфейсін аударған адам болуы мүмкін. Әлде бір сайттың интерфейсін аударған адам болуы мүмкін. Сол адам осыны кіргізді, одан ол Google-ға түсті, Google-ға түскеннен кейін ары қарай болды. Сөйтіп таралып кетті. Және оны әр осы күйінде алып, өзінің сайтына, өзінің интерфейсіне, өзінің ақпаратына, өзінің мақаласына қойып отырған әр адам ойланбаған. Дұрыс сияқты көрінген. Бірақ оны істеген түбінде бір адам тұр. Бастап берген. Бұл сетевой маркетинг дейді ғой, сол сияқты біреуден біреуге бүйтіп таралып кеткен. Одан кейін бір Қожабекова келеді, мыналарың дұрыс емес дейді, сосын оған айтады: "Ты кто такая? Біз міне неше жыл болды өстіп жазып жүрміз, сен келесің де ол дұрыс емес дейсің." Мен оны 2012 жылдан бері айтып жүрмін. Мәселен, осы жерде жаңалықпен бөлісу дегенді бір түсіндіріп жіберсеңіз. Бұл біріншіден көмектесептік. Қазақ тілінде өзі екі қызмет атқарады. Екі адамның ортақ істейтін әрекеті болғанда, мысалы, мен сенімен барам. Мен сенімен сөйлесіп отырмын. Мен сізбен сөйлесіп отырмын осы жерде. Сізбен сөйлесіп отырмын. Тура бір форма. Жаңалықпен бөлісіп жатырмын, сізбен сөйлесіп отырмын. Форма біреу, сөз тіркесінің тіркес амалы, тіркес тәсілі біреу, бірақ мағына екі түрлі ғой. Мағына екі түрлі, қазақ тілінде жалпы грамматикада бар, субъект предикат қатынас, әрекеттің бағыты, кімнен шығады әрекет, кімге бағытталады. Ондай жағдайда мүлде басқа. Мысалы, мен сізбен сөйлесіп отырмын, сіз екеуміз ортақ сөйлесіп отырмыз. Ортақ етістегі әрекетті істеп отырмыз. Ал жаңалықпен бөлісу дегенде, мен жаңалықпен бөлісіп отырмын. Көрдіңіз бе? Ортада не болу керек? Ортада сабақ етістік болу керек. Онда не болады? Мен жаңалықпен нені бөлісіп отырмын. Көрдіңіз бе? Ал жалпы бізде мынандай нәрсе, бұл қателердің көп осы септікке байланысты әсіресе.
сөз тіркестеріндегі орыс тілінен калькаланып келген дүниелердің үлкен себебі біз сабақты етістік пен салт етістікті ажыратудан қалдық. Қазақ тілінде етістік, қазақ тілінде де басқаларда да салт етістік және сабақты етістік. Ағылшын тілінің өзіне салт етістік, сабақты етістік болды. Яғни салт етістік сабақты етістіктің жанындағы өзімен меңгеретін толықтаушы, ол табыс септігінде тұру керек. Етістік екі ақ түрлі. Мысалы, сөйлесу салт етістік, өйткені ол толықтаушының табыс септігіне тұруын талап етпейді. Бөлісу сабақты етістік. Ол нені деген сөзді талап етеді. Мысалы, жаңалықпен кіммен деп сөйлесе дұрыс емес. Мен сенімен, мына кәмпитті мен сенімен бөлісем. Бұл дұрыс. Мына кәмпитті мен сізбен бөлісем қазір, екеуміз бөлісіп жейік. Ал енді жаңалықпен бөлісу болса, онда мына кәмпитті мен жаңалықпен бөлісем. Осындай нәрсе, жалпы мәтін жазам, мәтін саласында жұмыс істеймін деген адам ең алдымен сабақты етістік пен салт етістікті ажыратуды үйренсе, етістіктің қасындағы етістік меңгеріп тұрған сөзге сұрақ қоюды үйренсе, және сол сөздің септігін анықтауды үйренсе, көп дүниені тазалап алуға болады. Жалпы тіл саласына көп көңіл бөлінеді дейді. Біреулерді естуімше өте көп бюджеттен ақша да бөлінетін сияқты, бірақ жалпы тілге жауап беретін мамандардың осы уақытқа дейін үнемі бір өте жақсы айлық алды деген естіген жоқпын. Ол өте төмен бағаланатын, өте арзанға бағаланатын жұмыс. Неге? Өйткені біз көппіз. Әр қалада, әр университетте филология факультеті бар. Филология факультетінен жылына 50, 60, 70, 80, 100 адам шығады. Филолог деген дипломы бар, маман өте көп. Нарықта бәсеке өте үлкен. Мысалы, мен қазір филолог, мен бағаға келгенде, еңбектің ақысына келгенде, мен мысалы біреуден жеңіліп қалуы мүмкін, ұтылып қалуы мүмкін. Жалпы өте көп. Филология факультетін бітірген адам өте көп. Ол жасыратын да нәрсе емес, бірақ сапасы қандай? Өйткені филология факультетіне қазіргі жағдайды білмеймін, бірақ көп жыл, ұзақ уақыт бойы филология факультеті әйтеуір оқысам болды дегендердің баратын жеріне айналып кеткен. Ол алай дейміз, былай дейміз, бірақ жасыратын нәрсе емес. Әйтеуір филология, әйтеуір оқысам болды дейтін. Қазақ тілі оңай ғой деп ойлады. Иә, оңай ғой, онда математика емес, физика емес, медицина емес, немесе шет тіл емес, қиналып, жаныңды қинап, сөз жаттап, таңертеңнен кешке дейін басқа тілдің грамматикасын үйренетін шет тіл емес, қазақ тілі ғой. Не үйретеді дейсің, осы мектепте 11 жыл бойы оқыған нәрсені сол жақта қайталап, сол одан үстіне, оның үстіне жаңа мен көркем әдебиет оқыған жақсы көремін, сол 5 жыл көркем әдебиет оқып жүре беремін. Бұл жасыратын нәрсе емес. Нақты маман болып шығатыны филология факультетінің түлектерінің 10%. Сауатты маман болып шығады. Қалғанның бәрі, мен қазір көпке топырақ шашып отырмын, я білемін, көпке топырақ шашып отырмын. Қазір қанша мекемеде, осы мен айтқан сөзімді, қанша мекемеде отырған филолог деген дипломы бар мамандар естісе, мынау не деген оңбаған дейді. Бірақ шын. Филология факультеттерінде жағдай қиындау. Талап, сол себептен оның үстіне бәрін қадағалай алмайсың ғой. Факультетте оқытатын нәрсе бір бөлек, бірақ нақты текстпен жұмыс істеуге келгенде тағы да жағдай басқаша. Бұл жерде таза түйсік, одан кейін орысша прошивка деген сөз бар ғой. Мысалы, мынаның прошивкасы бар, оны сіз балталасаң кетіре алмайсың. Сондай жалпы филологта осы нәрсе прошитый болу керек та. Бір астарына, санасының, миының қыртысына грамматика дейді түгел тастаған болу. Қараған кезде түсініп тұратындай. Ол өзінен өзі түйсіктен шыға беретін болу керек. Жалпы мәтінмен айналысатын адамның мына жерінде грамматика деген грамматика деген бір арнайы меңгеретін машық емес. Немесе, мысалы, мен грамматиканы жақсы білем деп резюмеге жаза алмайсыз. Бірақ сіздің грамматиканы қаншалықты жақсы білетініңіз сіздің жазған мәтініңізден көрінеді. Әсіресе басқа тілден аударған мәтініңізден көрінеді. Сондықтан ол
немен салыстыруға болады екен? Тіпті ештеңе біз салыстыруға да келмейді, бірақ сол филология, журналистика бітірген адамдардың грамматика кәдімгідей миының қыртысына жазылып тұру керек. Онсыз болмайды. Енді осы қате дегенде әсіресе жарнамада қателерді айтамыз ғой. Мысалы, адамдар көбінесе жарнаманы көшеден көріп қалады, мысалы метрода тұрғанда көріп қалады. Ол жерде акцияға үлгеріп қалыңыз, сіздерді міндетті түрде күтетін боламыз деп жазылса, назарыңызға үлкен рахмет деп тұрса, адам оны көре-көре көз үйреніп кетеді. Яғни үлкен рахмет деп айтылу керек екен, күтетін боламыз деп айтылады екен деген сияқты ой туады. Ал енді осы қателерді, жарнамадағы қателерді негізі кім тексереді? Олар не себепті қате болып ілініп тұра береді? Негізі мына тіл басқармасы әр қалада, әр қаланың әкімдігінде тіл басқармасы бар. Солар міндетті түрде көшедегі билбордтардың сапасын, мәтіннің сапасын міндетті түрде тексеруге тиіс. Негізі. Одан кейін енді жалпы ол қателердің билбордтардағы жарнамадағы қатенің себебі неде? Өйткені жарнама агенттіктерінде мәтінді қабылдап алатын адамдар қазақтар емес. Олар неге қарайды? Олар мысалы слоган жазып бер, немесе жарнаманың бір ұран, немесе жарнама мәтінін жазғанда, олар оның сапасын қалай тексереді? Олар оның сапасын бір танысына тексертіп алады. Немесе өзі Google-ға салып қайта аударып тексереді де, мына жерде мына сөз жоқ қой, немесе мына жер почему вы пишете много спасибо, здесь же написано большое спасибо дейді. Сөйтеді өзгертіп алады. Бірізділік жоқ. Одан кейін әрине осы уақытқа дейін енді жасыратын несі бар, әйтеуір қазақша болса болды ғой, че вы паритесь деген ұстаным болды. Какая разница, әйтеуір, главное, что на казахском. Ал ол қиянат екені, ол қастандық екені ешкім ойына кіріп шыққан жоқ. Бәленбай жыл солай келді, солай жүріп келдік. Жарнамадан бөлек енді тағы айтсақ, заң жобасы, құжаттардың шаблондағы біз қазақша нұсқаларда түсініксіз. Ол үшін міндетті түрде орысшасын көреміз, орысшасын қарап аламыз, сосын барып, осылай екен ғой деп қана қазақшасын бір оқып шығуға тура келеді. Енді оны жөндеуге де келмейді. Енді сіз бір сұхбатыңыз айтқан екенсіз, оны жөндету, қайтадан қарастыру өте ұзақ уақыт алады, қанша құжатты жөндеу керек болады. Бірақ осы нәрсені ұсынып, тіл мамандары жөндейік деп ұсынса, жалпы негізі билік оны қабылдай ма бұндай ұсынысты? Ақшасы жетпейді биліктің. Кім тегін жұмыс істейді? Қазір егер о бастан қазір тура осы қазір мысалы бастап қазақ тіліндегі заң мәтіндерінің бәрін қайта жөндеу керек десе, 100-200 адамнан құралған топ кәдімгідей бар жағынан қамтамасыз етілген, тек қана сонымен ғана айналысып, солдан тапқан ақшасы бәріне жететіндей отырып жұмыс істеу керек. Ұйымдастыру жұмысының өзі, өйткені еріктілер болып, мысалы, кім ерікті болып 200 бет заң мәтінін жөндеп береді? Кімге керек? Ешкім істемейді. Салық кодексі бәленбай, қаншама 101 бәле, қанша 200, қанша баптан тұрады. Ал бір заң актісінің астында, бір заңның астында бәленбай заң актісі бар. Заң актісінің астында нормативті құқықтық бәленбай акті бар. Оған байланысты қаншама форма құжат бар. Бір ғана заңның өзінен осынша қағаз шығады. Сонда оны о баста аударған адамдар қалай болсын? О баста аударған қазақша болса болды деген. Ода әрине о баста аударған адамдарға ол дұрыс көрінген сол кезде. Әрі дұрыс көрінген, екіншіден заң мәтінін аудару үлкен жауапкершілік қой. Мен қазір былай қазақша ыңғайға салып жіберсем, ол орысшасынан сәл ерекше болып кетеді, өзгеше болып кетеді. Заңдар разночтение деген өте қиын нәрсе. Сондықтан соған енді мен былай анализ жасағанда осы неге заң мәтіндері осылай қате болды дегенде, бір себебі сол аударған адамдар нарушение деп тұрса, оны жай ғана бұзу деп
салмай бұзушылық деген сияқты нәрсені сол орыс тіліндегі әр буыны орнында тұратындай қылып аударып, ешқандай күмән тумайтындай қылып аударуға тырысқан сияқты, бірақ онысы керісінше зиян болып кеткен. Осындайда, мысалы, Конституцияның өзінің бірінші сөйлемі қандай? Біз ортақ тарих біріктірген Қазақстан халқы. Тура аударма. Тура не деген қисынсыз сөйлем. Біз ортақ тарих біріктірген Қазақстан. Көрдіңіз бе? Біріктіру, нені біріктіруге болады? Жансыз нәрсені, бір бөлініп қалған бір нәрсені. Орысшасы қалай? Мы, народ Казахстана, объединенные общей историей. Сол орысша мәтіннің бір сөзін қалдырмай, бір сөзін басқа мағынаға кетіп қалатындай қылмай, тура былай қарағанда шынымен калькалап. Калька деген не өзі? Бұрын енді сіздер көрген жоқсыздар ғой, калька қағаздар болады, копирка қағаздар болады, калька қағаздар болады. Мысалы, копия жасау үшін бұрын копировальный машина жоқ. Мысалы, бір қағазды екі дана қылып басу керек дейміз, сонда оны не істейді оны? Екі қағаздың арасына сия көк қағаз салады, екі қағаз қатар қойып машинкаға басады, сонда ол екі дана болып шығады. Көшірме. Немесе жұқа мынандай парақ қағаз болады, соның үстінен жасайды, мысалы, бір суреттің үстіне соны қойып, салып алады, мысалы, соның бәрі калька, яғни айна. Зеркальный принцип деп көп аудармашылардан талап ететін зеркальный принцип, мысалы, сол. Зеркальный принцип деген орысшасында 5 сөз тұр ма, мына жақта 5 сөз тұру керек. Ал ол 7 сөз болуы мүмкін, немесе 2-ақ сөз болуы мүмкін. Бірақ оны қабылдамайды ешкім. Өйткені қорқады, көбінесе тілді, мәтінді қабылдап алатындар тілді жақсы білмесе, екі тілді де жақсы білмесе, мына жердегі 5 сөз мына 2 сөзге сыйып тұрғанын кейде түсінбей қалады. Немесе мына 5 сөзге сыймай қалатынын түсінбейді да, міндетті түрде сонша сөз. Одан кейін орыс тілінің бүкіл қосымшасын тура қазақша, тура осындай қылып беріңдер деп талап етеді. Ал енді қазір оның бәрін жөндеймін де утопия. Әрине болады, егер 100 жылға жоба жасап, 100 жылға, 100 жыл деме, 50 жыл дейікші. 50 жылға жоба жасап, ұлттық жоба жасап, 50 жыл балталасаң шабылмайтын, талан-таражға түспейтін, ешкім дау айтпайтын қор, бюджет бөліп, мынау ақша тек осы нәрсеге ғана жұмсалады. Және оған бүкіл Қазақстан халқы келіседі, ол ақшаға ешкім тиіспейді, ешкім жемейді. Ол ақшадан бастысы. Ең бастысы. Бір тиынына ешкім артық тиіспейді. Үлкен институт құрылады, кәдімгі командасы жиналады, ғылыми зерттеу несі бар ар жағында. Міне, сендерге аманат, сендер шәкірт тәрбиелеңдер, осыны сендерден кейін, сендерді өлесіңдер ғой, 20-30 жыл. Сендерден кейін осының бәрін ары қарай жалғастыратын, және 50 жылдың ішінде қазақ заңдарын бүкіл әркімнің қолында жүрген кішкентай мынау АВР болсын, счетная оплата болсын, қандай қағаз әдемі қазақ тілінде заң несі, сот актілері ештеңеде бір түйір күмән қалмайтындай әдемі қылып жасап, 50 жылдан кейін ұрпаққа тастап кетеміз, міне, істеңдер десе болады. Ол да утопия. Басқа ештеңе емес. Адамның ғұмыры жетпейді, қазіргі мына 30 жылда жасалған былықты тазартуға ешкімнің ғұмыры жетпейді. Осы кеткен. Тым болмаса енді жаңа заңдарды дұрыстап істе дейін десең, ал істей алмайды. Өйткені не? Әр жаңа заң бұрынғы заңға байланысты. Енді одан кейін түрлі заңдар, заң актілері, зорлық зомбылыққа қатысты, олардың бәрі қылмыстық кодекске сілтеме жасайды, немесе азаматтық кодекске сілтеме жасайды. Ал енді ана жердегі бір сөз бен мына жердегі бір сөз екеуі екі түрлі болса, кімге жақсы? Амал жоқ, тура анаған ұқсатып жасайды. Солай кете береді. Айтып отырмын ғой, біреуін мысалы, мына отбасылық зорлық зомбылық деген нені өзгерту үшін, заңды өзгерту үшін қылмыстық кодексті өзгерту керек. А қылмыстық кодексті өзгертсең, ар жағында басқа кодекстарды өзгерту. Бұл цепная реакция дейді, тізбекті бірінен біріне кете береді. Ал енді тағы бір сұхбатта айттыңыз, министрліктің атауларының өзі калькада. Оны өзгертуге бола ма негізі? Болмайды. Жоқ, теория жүзінде әрине болады. Теория жүзінде бәрін өзгертуге болады. Конституцияны өзгертуге болады, қылмыстық кодексті өзгертуге болады, салық кодексін де өзгертуге болады.
салықтық шегерімдер дегенді мысалы. Ал бірақ шығын ғой ол шығын министрліктің ғана бланк установленной формы деген болады, бекітілген нысандағы бланк дейді. Соның өзін қайта шығарудың өзіне қаншама шығын кетеді. Ол кімге керек? Бәрі шығын. Кез келген нәрсені өзгерту ол шығын. Біз тек қана айғайлағаннан басқа қолымыздан ештеңе келмейді. Бәлкім, егер күндердің күні министрлік реорганизация дейді ғой, қайта құру немесе бөлу, мысалы білім және ғылым министрлігін бөлді ғой. Мысалы, егер солай экономика, индустриалдық даму министрлігі мысалы бөліп немесе басқа бірдеңе қосып жатса, онда ол шанс. Осыны пайдаланып атын өзгертіп жіберейік. Ал ондай болмаса, мысалы, егер айталық, министр өзі кешірсін, ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мысалы екіге бөлініп, ақпарат министрлігі бөлек, қоғамдық даму министрлігі бөлек шығып жатса, онда осыны пайдаланып атын өзгертіп алайықшы жөндеп. Онда болады. Оған дейін болмайды. Қалай өзгертуге болады? Қоғамды дамыту министрлігі. Негізі айтуға оңай нәрсе, бірақ іс жүзінде іс жүзінде енді общественного деп тұр ғой. Егер орысшасында развитие общества десе, онда ешкім айта алмайды, дау айтпас еді. Ана жерде общественного деп тұр. Соны жазған адам ақымақ па, сен ақымақ па? Сен ақымақсың. Сондай нәрсе. Осы калька деп айтып жатырмыз ғой. Кейбір калька аудармалар, енді сіз оны қате деп көрсеткендері, солардың ішінде бір ыңғайға келетіні, сөз қолданысында құлаққа түрпідей тимейтіндер де бар сияқты. Енді меніңше солай, мәселен, туған күнің құтты болсын деп, яғни с днем рождения дегенді солай аудармай-ақ, туған күніңмен деп айтсақ, бір жеңіл әрі қысқа күшті естілетін сияқты. Жеңіл, қысқа, бірақ мағынасыз. Туған күніңмен деген не мағына бар? Қазақ тілінде көмектес септіктегі сөз өз бетімен өз жалғыз тұрып ешқандай қызмет атқара алмайды. Мен мысалы қазір бар, күрекпен десем, ол не деген сөз? Күрегіңмен дейік, міне мысалы, күрегіңмен. Ал туған күніңмен форма біреу ғой. Күрегіңмен дегенде мағына бар ма? Жоқ. Күрегіңмен бірдеңе істеймін. Мына күрегіммен жер қазамын. Мына қаламыммен жазу жазамын. Көрдіңіз бе? Ол қазақ тілінде көмектес септік жалғанған сөз екі-ақ қызмет атқарады. Біреуі әрекетті орындау құралы, екіншісі сол әрекетті ортақ атқаратын бір адам. Туған күнімен құттықтаймын дегенде қазақ тілінің бір табиғатына келетін бір түйір ештеңе жоқ. Таза поздравляю с днем рождения. Жарайды, туған күнімен құттықтаймын деген Құдайға шүкір тұрсын жарайды. Бірақ құттықтаймын деген тұрсыншы тым болмаса. Жаңа жылыңызбен дегенде жалпы қазақ тілінде ешқандай мағына жоқ. Жарайды, жаңа жылыңызбен құттықтаймын, мақұл. Сіңді дейік, болмаса қысқартпай-ақ қояйықшы. Мысалы, сәттілік дейсіздер, не мағына бар? Сәттілік деген зат есім, атау септікте тұр. Сәттілік тілеп тұрмыз деп ойлаймыз ғой. Онда айту керек соң, сәттілік тілеймін деп. Онда басқаша әңгіме. Сәттілік тілеймін десеңіз, әңгіме мүлде басқа. Көрдіңіз бе? Мысалы, жолың болсын мен жол болсынның айырмашылығын білесіз бе? Жол болсын дегенде ол сұрақ. Жол болсын деген сөз, қайда бара жатырсың, неге бара жатырсың, не үшін, жалпы не істеп жүрсің деген сөз. Жол болсын деп айтқанда ол адамға тілек айтып тұрған жоқ. Қазақтың өзінің тілінде жол болсын. Ал жол болсын десе, не істеп жүрсің өз, қайда бар жатсың, не қылып келдің, сен үйіме не қылып келдің, бағытың қайсы деген мағынада. Ал жолың болсын десе, аттандырып тұрып адамға тілек. Енді осы қазақ тіліне қызығып жүрген адамдардың біз қызығушылығын бас тастамаймыз ба? Олар, яғни, мына сөз қате, мынау калька дей берсек, олардың бір мысын бас тастамаймыз ба? Біріншіден адамның мысы басылмайды. Мыс бар болса, ол басылмайды. Біз мысалы осы тіркесте өте көп қате қолданамыз, мысалы мысын басу деп. Мыс басылмайды. Мысы басу деген тұрақты тіркес. Адамның мысы басады болды. Сондықтан ол мыс деген ол бар болса, егер адамның бойында мыс бар болса, ол басылмайды, ол басылмайтын нәрсе ол.
Ол адамды өзгелерден биіктетіп, бір айбындатып тұратын нәрсе. Жарайды, екіншіден, иә, екіншіден мынандай әңгіме. Біз кімнің қатесін тереміз? Жалпы тіл мамандар кімнің қатесін тереді? Оқулықтардағы, медиадағы және көркем әдебиеттегі. Бұл үшеуі кімнің қолынан шығады? Мамандардың қолынан шығады. Біз кімнен дұрыс сөйлеуді, дұрыс жазуды талап етеміз? Мамандардан. Яғни қолында филолог деген, журналист деген диплом бар адамдардан. Тіл үйреніп жүргендерде шаруамыз жоқ. Егер мамандар бәрін дұрыс жазып, дұрыс айтып жүрсе, аналарда проблема болмайды. Тіл үйреніп жүргендер. Ақпарат дұрыс таратса, Ақпарат дұрыс тараса, оқулықтардың бәрі дұрыс жазылса, аналарда кімнің шаруасы бар үйреніп жүргендерде? Мен мысалы барып тіл үйреніп жүрген адамға сен былай айтпа. Мен мысалы тіл үйреніп жүрген адам жаңалықпен бөлісу дегенді қайдан біледі, оған мұғалім айтпаса, немесе кітапта жазылып тұрмаса? Біз кінәліміз бәріне. Өзіміз. Сайтындағы әр мақаланың төмен жағындағы, мына шутер дей ма, нелерде тұратындарда мысалы, ақпарат мына мақаламен бөлісіңіз дегенді жөндей алмай отырған редакторлардан не сұрайсың? Ол не ол? Ерегес па, әлде мойындамау ма, ұқпау ма, түсінбеу ма, қарсылық па, әлде өзінің сол әрекеті дұрыс екеніне сеніп алу ма? Сөз әрине, бізде қазір көп проблема жалпы грамматиканың өзінің, жалпы қазақ тілінің өзінің нормалары бір түрлі бекітілмеген, мындай бұт болып кетті да, шашыраңқы, оның үстіне кейінгі кездері сол көңіл, назар бәрі латын графикасына алып кетті. Орфография, фонетика, орфоэпия деген нәрселерге. Грамматикаға бір қатты грамматиканы түзеуге талпыныс көріп жүрген жоқпын. Сондықтан да осы грамматика кері кетіп бара жатыр. Грамматика толық сақталу керек. Бір қабырғаңды алып тастаса қандай боласың? Сол сияқты адамның қаңқасы сияқты грамматика, жұлыны, қаңқасы, омыртқасы сол күйінде тұру керек. Жалпы сынау орысша, қазақша сөйлеу біз арылған сияқты көрінеміз, бірақ әлі күнге шейін солай соны дұрыс деп танитындар. Мәселен, инфобизнес өкілдерін алсақ, өздерінің курстарын болсын, немесе блогтарын болсын, орысша, қазақша жүргізеді. Не себеп деп сұрасақ, олар халыққа солай түсінікті. Халық орысша, қазақша айтқан кезде түсінеді, солай қарапайым деп, сол қарапайым түсінік деп айтады. Бірақ бұл да болса бір тілге деген қастандық сияқты. Түсінбейміз әйтпесе біз. Уже дегеннің қазақшасын кім біледі? Немесе срочно дегеннің қазақшасын. Жоқ, мәселе ода емес қой. Мәселе ол өзіңнің сенен шығатын нәрседегі қандай да бір кемшілікті аудитория ұқпайды деп ақтап алуға болады. Біз аудиторияда инфобизнес өкілдері көбінесе аудиторияны деңгейі төмен, сауатсыз, сөз ұқпайтын, көбінесе сондай бір тобыр көреді. Ондай да бар. Өйткені сондай адамдардан инфобизнестің екінші сөзі қандай, екінші атауы қандай? Инфо-цыганство. Көп сөз жаңағы бір бықи-тықи ақпаратты сатып алатын кім? Шын мәнінде сауаты төмендеу, көз ашылмаған, дүниетанымы кеңеймеген, шын мәнінде сондай кішкене білім алмай қалған адамдар. Ондай адамдарға ақпаратты өткізу үшін олардың деңгейіне түсу керек. Егер мысалы таза әдеби тілде сөйлеп отырып, контент ұсынған адамның дікін білімі жоқ, әдебиет оқымаған адам сатып алады. Ондай халықтың ондай қабаты бар ғой. Әр адам төмен білімді, орта білімді, жоғары білімді, өте жоғары білімді, ғалым, тағы келеді ғой. Олардың инфобизнестің контенті де, мақсат таргет аудиториясы да, және бұларға ақша келіп отырған аудиториясы. Солар. Олар жоғары білімді адамдарға таргет жасамайды.
өйткені біледі ол жоғары білімді адамға ананың айтып отырған өтпейді, өйткені жоғары білімді адам тура сол кітапты өзі де оқып алған да біледі оны. Харри Поттердің 7-ші томын сатылымға шығардыңыздар. Енді осы аударма дегенде мынандай сұрақ келеді. Не себепті осы әлемдегі танымал, таралған бестселлер шығармалар бізге өте кеш жетеді? Неге Харри Поттер енді ғана аударылып жатыр қазақшаға? Мысалы, сіз өзіңіз сұхбатыңызда айттыңыз, осы тұрғыда Моңғолиямен салыстырып, мәселен, Моңғолияда Америкада қандай кітап, шығарма танымал болып шығады, бірден сол өзі Моңғолияда аудармасы жасалынады. А бізде неге оның бәрі кеш болады? Бұған кім жауапты? Біз жауаптымыз бәріміз. Енді ең алдымен шын мәнінде Қазақстанда ең кеш қолға алынып, ең кейін әбден бір тәуелсіздік алғаннан кейінгі тоқырау жылдары болды ғой, 92, 94, 98-дер, бір ең қиын кезеңдер болды ғой. Сол кезде бұл ең соңғы орынға түсіп кеткен дүние болған, баспа ісі, кітап шығару ісі, контент аудару ісі. Одан кейін оны жұрт есіне түсіп, осы сала бар еді, осы сала неге жандандырмаймыз дегенше, одан кейін осыны жандандыру керек еді, жарайды, неге соны жасамасқа деп қолға алғанша, содан кейін оған дұрыс жолға қойғанша біраз уақыт өтіп кетті. Қайттан бұл сол бір 2003-те ма мәдени мұра аударылды. Бірақ тамтымдап, содан кейін келе жатыр әйтеуір. Әлем бестселлерлерінің қазақ тіліне аударылмауына бірақ себеп бар. Олардың авторлық құқық лицензиясы өте қымбат. Өйткені олар енді авторының көзі тірі болса, ол өзінің кітабынан ақша тауып отыр. Және әрине ол оны тегін аударыңдар деп бере салмайды. Және одан кейін сол бізде әлемдегі әдебиетті зерттеу кішкене кенжелеп қалды да, не оқылып жатыр әлемде, не шығып жатыр, жалпы дүние жүзінде адамдарға не қызық, қай кітаптар, қай шығармалар жақсы көп тілге аударылып жатыр дегенді зерттемеген. Зерттей бастағанда Харри Поттерді осы әкелейікші деген кезде несіне шартына шыдай алмаған көп адам. Өйткені шын айтайық, бірақ сұрақ, кітап шығарғысы келетін адамның көкейінде бірақ сұрақ, жұрт ала ма? Біз бертінге деймін, осы бертінгі бір 5 жыл дейікші, оған дейінгі алдында жұрт кітап сатып алмайды деп сендік біз. Ешкім кітап сатып алмайды, жұрт кітап оқымайды, қазақтар кітап оқымайды деп. Содан кейін сол мысалы 2000 айталық, шарт түрі айтқанда 2010 жылы мысалы бір баспагер Харри Поттерді аударғысы келді, Роулингнің агентіне хабарласты да, ол айтты осынша деді. Сосын ол айтты, бұны ешкім алмайды ғой, мен ақшам күйіп кетеді ғой деді, ол жыл жауып қоя салды. Бұл жерде батылдық қана керек болды. Батылдық, сенім. Раиса сенді, мен кәдімгі ақшамды салам, жұрт алады, мен ақшам ақталады, өтеледі, шығыным өтеледі деп сенді, үміт етті де, сол сенімділікпен батылдықтың жиып бәрін парақшасын салып, осы Харри Поттердің құқығын алып келді, шығарды. Ақталып жатыр ма? Толық ақталып болған жоқ әлі. Моңғолияда болған жоқ, бірақ Ұлан Батырда бір кітап дүкенінің суретін көрдім. Сол біздің Магнумдардың ар жақ бер жағы. Кітап дүкені, ауданы. Неше түрлі кітап сөрелері, ортада мынандай стулдар үйіліп жатқан кітап. Бәрі моңғол тілінде, ол жақта басқа тіл жоқ, бәрі моңғол тілінде. Біздің енді арманымыз бір меломанның жартысы қазақша болса ғой. Жете алмай келе жатырмыз, жетуге тырысу керек. Ол үшін енді бәрібір оқырманға ғана сенесің, басқа кімге сенесің? Кітап шығару үшін баспагер оқырманға сенеді. Менің кітабымды оқырман алады, оқиды деп. Оқырман алмай қойса, баспагер күйіп кетеді де екінші кітап шығарғысы келмей қалды. Сөйтіп қаншама кітап аударылмай қалады, жазылмай қалады, шықпай қалады. Оқырман ғана біздің кәрі. Және енді 30-дан асып кеткен, 25-тен асып кеткендерге қазір қайттан адамдар кітап оқи бастауы қиын болады. Енді сол жасөспірімдер, балалар, үнемі кітап оқуды әдет қылған адамдар өсу керек. Сонда ғана кәдімгі өзімен өзі дамып жатқан, бұрқырап қайнап жатқан қазан сияқты сондай салаға айналады да, ол
өзімен өзі өмір сүре береді, тіршілігі сол жалғаса береді. Баспагерлер де таңдап жүріп, нені әкелсем екен, нені аударсам екен, тағы да деп аударып шығады. Кәдімгі қазан сияқты мысалы қазір бір ақырын ғана бір 100 градусқа да жеткен жоқ әлі. Судың қайнауы жердегі. Ана бұрқ-сарқ қайнап жату керек. Сонда Моңғолиядағы сияқты, сонда бүгін Америкада шықты, тұсаукесер ол ертең Моңғолия. Жаңа кітап оқуға деген қызығушылық жайлы айтып қалдыңыз ғой. Мәселен, мен өзім осыдан бір 10 жыл бұрын мектеп кезінде білем, бір 2-3 жылым тек кітапты қызығып оқуға арналған. Кәдімгі қолыма қандай кітап түседі, соны оқимын, кітапханадан іздеймін, сұраймын деген сияқты. Бірақ белгілі бір уақытта ол нәрсе басылып қалды. Енді бірақ ойында жүреді ғой, филологияны таңдағаннан кейін бір кітап оқиын, осы дағдыны ары қарай дамытайын деймін. Бірақ қолыма алған кітаптардың ешқайсысы ұнамайды, немесе 1-2 бетін оқимын, одан кейін жабылып қалады деген сияқты. Одан кейін неге бұлай деген бірақ сұрақ тұрады. Осылай жақында осы 1 апта бұрын Сара Джо есімді автордың кітабы қолыма түсті, құрбым ұсынды, осыны оқып көр, мүмкін содан кейін таң ашылып кетер деді. Соленый ветер деп аталады. Оқыдым, қайтадан сол 10 жыл бұрынғы ынтам қайтадан ашылды. Сосын енді сараптап қараймын ғой, неге десем, менің қолыма бір өзім ұнататын кітап түспеген. Яғни мен әлеуметтік желіде қандай кітапты жазады, мәселен, бизнес, мотивация кітаптар, ал ол нәрсе мен өйтіп жата жастарына оқи алмаймын. Я қарау мүмкін, керек кезінде кезген бетін ашып оқу мүмкін, бірақ олай қызығушылық таныта алмадым. Сонда өзімнің немді түсіндім. Неге кітапқа деген қызығушылығым түсіп кетті деген нәрсені түсіндім, таптым. Енді маған сондай көркем әдебиет ұнайды екен. Ал енді осылай жаңа айтып жатсыз ғой, 20-дан 25-тен кейін негізі кітап оқитын адамдардың ынтасы қиындау болады деп. Бірақ соған бір қандай да бір лайфхактарыңыз бар ма? Не нәрсе айта аласыз? Қандай кеңес бересіз? Кітап оқу деген не? Жалпы кітап оқу. Көркем әдебиет оқитын адам нені іздейді кітаптан? Story. Бізге керегі story, адамға керек. Басы бар, аяғы бар, біреудің басынан өткен, әйтеуір бір жағдайлардың сипатталған, және сол жағдайлардағы адамдардың мотивациясы берілген, мінез құлқы, ол адамдар қандай шешім тапқан, бізге керек storytelling. Адам жалпы кітап оқығанда соны іздейді. Бизнес мотивацияларда да, мысалы, бизнес мотивацияларда қандай форматтағы бизнес мотивация кітаптар өтеді? Storytelling форматындағы. Проблемасы бар адам, осы бір мотивацияның арқасында мынандай керемет болып кетті. Қандай? Мысалы, бизнес мотивация кітаптарының бәрі қандай, мысалы? Элементарный бір кішкентай шағын мысалы, дворник болып жұмысқа, аула сыпырушы болып жұмысқа тұрғысы келген адам резюме жазып әкел дейді, сөйтсе оның компьютер жоқ екен, сосын ол алма сатып, компьютер алайын деп алма сата бастайды да. Сөйтіп жұмысы жүріп кетеді, сол күйі ол резюмесінде апармайды, үлкен мықты бизнесмен болып кетеді. Соны сұрақ қойды, сен компьютер сатып алсаң қайтер едің дейді. Онда мен дворник болар едім. Келмей резюме жазып. Мысалы, осы кішкентай история, бұл осы сияқты ғой бәрі. Кез келгенсіз, қай кітап, қай бизнес мотивация, бір үлкен бизнес кітаптың бәрінде story. Бәрінде. Оқиға болып. Адам оқиғаны іздейді, оқиғасы жоқ нәрсені. Мысалы, кейінгі кезде ғылыми оқулықтар, мысалы, тіпті шетелдегі кәдімгі жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар, мынандай 700-800 бәрі кейсовый методқа көшкен. Кейс дегенде ол да story. Маркетингім бар, басқа пиар бар, журналистика, бәрі соған көшкен. Біреудің басынан өткен қиындықпен күресу тәсілін, қиындықпен күресу жолын, сол қиындықты жеңген жолын нететін. Көркем әдебиетте сол. Біз нені оқимыз? Бізге махаббат керек. Бізге бір өмірлік шытырмандар керек. Әдебиет өз содан өткен ғой. Дон Кихоттың, мысалы. Адам іздейтіні модель, мінез құлық моделі адамның іздейтіні. Тіпті ақындардың өлеңінен біз не іздейміз? Сұлу сөз емес қой. Бізге ақындардың өлеңінен сезімді сипаттаған ұнайды. Эмоцияны сипаттаған ұнайды. Сол эмоция қайдан шығады? Эмоция адамдардың қарым-қатынасынан шығады. Адамның жалғыздығының өзі ол адамдар арасында қарым-қатынастың нәтижесі. Мысалы, бір
кез келген ақынның, қазір мысалы осы сұхбаттан кейін кез келген бір ақынның кез келген кітабын алып, кез келген өлеңін бетін ашып оқыңызшы. Ол эмоцияны сипаттайды. Эмоция қарым-қатынас бар жерде ғана туады. Жалпы адамдардың бүкіл өмірі қарым-қатынас, өзімен өзінің қарым-қатынасы, басқа адамдармен қарым-қатынасы. Адамның өмірі сол түртінектеп қарым-қатынас модельдерін, жүріс-тұрыс моделін, мінез-құлық моделін іздейміз. Оның бәріміз неден іздейміз? Кітап оқығанда біз іздейтініміз сол ғана. Әрине, одан кейін оның бәрі бір әдемі формада, сөздері дұрыс сипатталған, дұрыс болған керек бізге. Адам өзі қызығатынына іздеп табу керек дейсіз. Іздеп тапқанда енді ол не оқысам екен деп жүрмейді ол адам. Кітап оқығысы келген адам, шынымен кітап оқығысы келетін адам біледі оны қайдан іздеу керек екенін. Ол барады да ашып қарайды, сөйтіп. Менде мысалы мен оқитын кітабым бәрін 20 жасыма дейін тауысып тастаған деймін, 20 жасқа дейін. Кітапханаға барасың, шетін оқи бересің. Осы жаңа кальканды айтып жатырмыз, аударманды айтып жатырмыз. Барлығы да осы тілдің мәселесі ғой, тілдің айналасындағы. Бірақ енді соңғы кезде, әсіресе тілге байланысты дау-дамай айтуға қалса, тілге бір тіл тигізгендер кездескен жағдайда халық өзінің наразы екенін айтып, білдіріп, жаңағы жауапты адамдарды кінәлі болса сол жауапқа тартып деген сияқты сондай бір іс-әрекет жүріп жатыр. Енді бұлда болса біздің осы тілге деген жанашырлық, тілдің мәртебесінің көтерілген сияқты. Тіл мәртебесін біз жақсарды деп айта аламыз ба? Ресми түрде қазақ тілінің мәртебесіне ештеңе болған жоқ. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Бұл оның мәртебесі. Ол мәртебесіне ешкім даулап жатқан жоқ. Конституцияның ол мәртебесін алып тастайық немесе тағы басқа бір нұқсан келтірейік деп жатқан ешкім жоқ. Бірақ ол де юре, а де факто не бар? Де факто біз қазақ тілі бәле болды ғой. Осы қазақ тіліне қатынасы бизнестің. Де факто бизнестің қазақ тіліне қатынасы, отношениесі дейді ғой, көзқарасы. Қойыңдар, сол қазақ тіліне. Қазақша болса болды емес па, жаза беріңдерші, не болса да. Немесе қойшы соң бәрібір ешкім сен қазір қазақша приложениеңді ешкім қолданбайды, орысшасы барда кімге керек ол қазақшасы? Міне, осындай. Сайтыңның қазақшасы кімге керек, бәрі орысшасын оқиды бәрібір. Жарайды, біреуге аудартып қоя салыңдар, тұра берсін. Сөзімізден басқа ешкімге керек жоқ қазақ тілі. Осыдан әбден енді өзі мына қоғамдағы да осы нәрселерге көзқараста, онда да екі нәрсе бар да. Шынымен жанашырлық бар, және хайп бар. Хайп бар екенін жоққа шығара алмаймыз. Ол жоқ деп айта алмаймыз, және кімнің әрекеті хайп, кімнің әрекеті шын жанашырлық екен, тағы да ара жігін ажыратуымыз. Бірақ бар екені бар. Және ол зиян. Шын мәнінде қазақ тілінің мәртебесі жолында жұмыс істеп жүрген, сол күресіп жүрген, ақырын ғана білдірмей, дау-дамайсыз көп проблеманы шешіп жүрген адамдардың әрекетіне мына хайп қуғандардың әрекеті шын мәнінде зиян болып жатыр. Оны олар өздері түсінбейді. Оларға не керек? Танымалдық керек, лайк керек. Егер маған біреу қазақша жауап бермесе, нетсе, телефонын шығарып алып, айғайлап, шаңқылдап, видеоға түсіру қазақ тілінің мәртебесіне пайда келтіретін әрекет деп санамаймын. Ол одан бетер жеріндіретін, ол одан бетер қандай кезде де, қандай да бір әрекет, қандай да бір адамның сипаты болып қабылданады. Демек, мына жерде не шайпау қатын, немесе дөрекі ер адам деге еркек дейікші, телефонын шығарып, ама деп атқан. Қазақ тілі тең сондай адам. Олай істеуге болмайды. Мәдениетті де түсіндіруге. Әрине. Қазақ тіліне қатысты нәрседе мүлде агрессия жасауға болмайды.
ана өзі Чоколаевқа қатысты да мысалы, күзде болған нәрседе баяғы Чокопай күйіп кетті деп көрді да. Иә. Барлығы сол деп ойлап Ол неден шықты? Ол агрессиядан шықты. Көзімна агрессия басқан адам, ол Чоколаев па, Чокопай ма, оның байыбына барып жатқан жоқ. Бәрі на поверхности дейді, мысалы, орысша айтқанда бетінде сәл тереңдетіп бір қабат төмен түскен адам кішкене ажырата алар еді. Мынандай хайп не туған кезде ол басқа Чоко деген нәрсенің бәрі де күйіп кетті. Бір немістердің бір үлкен компанияларына дейін кәдімгі немісше жүріп жатыр. Өз бетімен Қазақстанға мүлде қатысы жоқ. Өз бетімен жүріп жатқан бір Чоко деп келетін бір компаниясының рейтингі түсіп кеткен. Ол деген қалай кішкентай баланың қолына қылыш ұстатып қойсаң, жатпай береді ғой. Жалпы өзіміз енді қазақ деген біз деген андай атқа мініп шаба жөнелетін халықпыз ғой, кез келген нәрседе осылай. Әрине енді бұның бәрі оның үстіне бәленбай жыл бұғып жатқан дүние, деколонизация деген нәрселер бар ғой. Соның бәрі әрине әсер етеді. Бәленбай жыл қазақ тілінің, оның үстіне көп дүниені енді ішқазандай қайнайды, күресуге дәрмен жоқ деген нәрсе ғой. Мысалы, бір заңның тілі, басқа бір оқулықтарда қателерді көріп жүрсің, ештеңе істей алмайсың, қолынан ештеңе келмейді. Анау заңның тілі, анау бөлек, медицинаңда вообще қазақ тілі деген жоқ, сотқа барсаң қазақ тілі деген жоқ. Соның бәрін көресің де келесінде, сол кезде Мұхарияпов шыға келеді, әкең. Сондай ғой. Сондай. Оның бәрі сол талай жылдан бері шиқан болып жарылып, жиналып келе жатқан нәрсе ғой. Ол түбі жарылатын. Солай бір жарылды, бір іріңі шықты, тағы да әпсетті, сөйтіп келе береді. Бітпейді ол. Осы ретте әп-әдемі бір контенттер болады. Тиктокта, Инстаграмда болсын, әлеуметтік желілерде қазақша бір көркем әдебиеттің сөздерін салып отырады. Қызығатындар жоқ емес, бар. Қайта-қайта сұрайды, тағы да салыңызшы деп жатады. Яғни біз тілді осылай әп-әдемі құрметтей аламыз негізі. Міндетті түрде байбалам салудың қажеті жоқ дегіңіз келеді. Ол өзімен өзі жүретін нәрсе, біз ешқашан демей-ақ қояйықшы, енді мен ол күнді көрем ба, көрмеймін ба білмеймін қалған ғұмырымда. Толық Қазақстанда 100% бәрі қазақша сөйлеп, сіз біз десіп, мен ол күнді көрмеуім мүмкін. Мен балаларым көре ма, көрмей ма тағы белгісіз. Мойындайсың, амалың жоқ. Бізге қазір түгел Қазақстанды 100% қазақша сөйлетіп жіберуге талпынуымыз керек па, немесе осы бар қазақ тілін Құдайға шүкір деп осы тым болмаса осы күйінде осы сәл қирап тұрған, бүлініп тұрған күйін кішкене жамап жасқап ұстап қалайықшы деуге талпынуымыз керек па? Екеуін де істеу керек па? Білмейсің, күшті қайда жұмсау керек? Мысалындай, кетіліп, сылағы түсіп тұрған үйің бар, оған қосып бөлек басқа бөлме саласың ба, әлде ана үйіңді жөндейсің ба, әлде қирап тастап үйіне орнына жаңа үй саласың ба? Осындай дилеммалар көп, жалпы тілге байланысты дүниеде. Жарайды, заңды жөндеп алуға ғұмырымыз жетпейді дедік, медицинаны жөндеп алуға жете ма? Немесе әдебиетті ретке келтіріп, әдеби тілді жөндеуге ғұмырымыз жете ма? Мектеп оқулықтарын жөндеуге, мектеп оқулықтарының тілін жөндеуге ғұмырымыз жете ма? Жетеді ғой. Мектеп оқулықтарын жаңарту, мектеп оқулықтары 4 жылда бір рет па жаңарады. Яғни 12 жылда мектеп оқулықтарын әдемі қылып тұрады, сауатты қайта шығаруға болады. 12 жыл керек. 3 ретте бүкіл мектеп оқулықтарын жаңалап. Оған ғұмырымыз жетеді. Заңға жетпеу мүмкін, мынаған жетеді. Болады ғой істеуге. Бәлкім заңның да бір бергі шеті, жұрт көп қолданатын бір ережелерін тым болмаса істеуге болады. Лифтіні қолдану ережесін, қазақшасын жөндеуге ғұмырымыз жете ме? Жетеді. Дүкендердегі ценниктерді оған шамамыз келеді ғой. Автобустардағы мынандай бір нелер тұрады, хабарландыру, апаттық терезе деген дұрыс жазуға ғұмырымыз жетеді ғой. Бәріне оған жетеді. Енді глобальный мемлекеттің, үкіметтің қолында тұрған нәрсеге араласпай қояйық. Бірақ біз жаңалықпен бөлісу дегенді айтпауға шамамыз жетеді ғой. Жетеді. Біз оны істемейміз ғой. Бізге Мұхарияпов істеу керек. Бірақ біз өзіміз істемейміз. Әрине мен оны ақтап отырған жоқпын ол үшін. Сол жерде ол аузына ие болмай басы бәлеге қалды.
Ал аузына ие болмай деген не сөз? Адамның тілінің ұшына ешкім сөзді салып әкеп бермейді, ол мына жерінде бар нәрсе шығады аузынан. Демек ол соны ойлайды. Тым болмаса бірақ ойын кішкене ары қарай тығып жүру керек еді да, ол содан мысалы бәлеге қалды. Бірақ біз одан көп нәрсе талап етеміз де, бірақ біз өзіміз медиамыздағы, мысалы телевизиядағы, радиодағы, газет журналдардағы қазақ тілі керемет болса, бізге кім қой деді? Оған бізге Мұхарияповқа қарап тұрған жоқ қой ол. Әлеуметтік желідегі контентіміз әдемі болса, жаңа әдемі кітаптар шығып жатса, аударма кітаптары сапалы шығып жатса, біз оған Мұхарияповқа қарап тұрған жоқпыз ғой, немесе басқа біреуге. Өзімізден істей берсек, оның бір жақсы нәрсенің, мысалы, жаңағыдай тағыдай қираған үй сияқты, мысалы, екі участок тұр деді, мысалы, екі үй тұр. Біреуінің алды әдемі гүлзары, бағы жайнап тұр, гүлі өсіп тұр, жап-жасыл газоны бар. Екіншісінікі қирап жатыр, қоқыс анау бір күн қарайды анаған, екі күн қарайды, үшінші күн ақырында өзінің ауласын жинай бастайды. Төртінші күн тазартады, бәрін жинайды, шығарады. Бесінші күн ана жерге газон егеді, гүл егеді. Бір жеттен кейін оның да ауласы ананікі сияқты. Бір жетіңіз, бір жыл дейікші. Контент, сапалы контент көбейе берсе, басқалар да қарайды ғой. Неге ананың оқырманы көп? Өйткені оның. Неге мына баспаның кітабы көп сатылады, көп оқылады, көп талқыланады? Неге жұрттың бәрі вау деп бұның шығаратын кітаптарын күтіп жүреді? Немесе неге мына жазушының кітабы жұртқа ұнайды? Өйткені тілі таза. Неге мысалы мына сайттың оқырманынан көп? Өйткені мұның материалы нақ, әдемі тілде, калькасы жоқ оның. Оның материалын оқығанда бірден түсінесің. Кім мысалы бірдей тақырыпта екі материал жазылса, жұрт қайсысын оқиды? Әдемі жазылғанын оқиды, таза тілде жазылғанын оқиды. Оған бізге оны Мұхарияпов істеп бермейді, оны өзіміз істейміз. Әр адам өзінен істейді. Әр адамнан бұрын әр маман. Жалпы осы қазақша контент тудыратын, қазір енді контенттің заманы ғой, қазақша контент тудыратын әр маман қолынан келетін нәрсе. Әңгімеңізге көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге, осылай тарқата әңгіме айтқаныңызға көп рахмет. Құрметті көрермен, дәл осы тақырып бойынша айтарыңыз болса, пікір жаза кетіңіздер. YouTube арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.